Негізі бұл қаланы Құранда Алла тағала бірнеше атаулармен атайды. Соның біреуі біз білетін Макка. Екіншісі Уммул Құра дейді. Қалалардың анасы дейді. Бір атауларында Бакка деп айтады. Бір атауларында Баладул Амин дейді. Сондай берекелі амандық болған қала деп айтады. Ғалымдар айтады, касратул асма тадуллу аля шарафил мусамма дейді. Бір заттың атауының көп болуы сол заттың құрметін, даңқын білдіреді дейді. Бір затты көп атаулармен атаса, ол заттың құрметтілігі, ол заттың ұлылығын білдіреді дейді. Міне Мекке қаласының да атаулары өте көп. Бұл да болса Мекке қаласының қандай ұлы қала екендігіне дәлел бола алады деген мағынада да.